Жақсы білімдер білемін. Бұның сабақсы не дейсіз? Бұның сабақтан ерекше басқа. Бұның сабақтан не дейсіз? Бұның сабақтан жоғары дейсіз. Бүгінгі көңіліңіз қандай? Жақсы. Сіз не дейсіз бүгінгі сабақтан? Бүгінгі сабақтан мен жоғары деңгейдесің. Жоғары деңгейдесің. Жақсы, сонда балалар, рахмет. Осындай жоғары деңгейдегі сабақты өткізуді тастайық. Енді олай болса, бізге өткен сабақта бізге тапсырма берген болады, не балалар? Топ басшылары, топ тұлғасы жер топ басшылары сайланды. Әрқайсысы балалы парағы берілді. Топыңыздағы баланың атын жөнін жазып қойыңыздар. Және қазір үй тапсырмасынан бастап орындаған балалардың айтқан балаларымызды да дәптерлеріне тексеріп жіберіп, бар ма жоқ па әрбір тапсырма бір балдан соңында сабақтың соңында біз 10 балға жетуіміз қажет. Енді үй тапсырмасын біздер Үйге жалпы қандай тапсырма берілді? Үйге 10 тапсырма берілді. Тоғыз университет тақырыбында қамсыздың сөйлеген. Бүгін ұйымдасып қойдым. Ғасырларда жеткен бүгін жырыны тәуелсіздік ұлылықтың болуы. Шаңырағы биік болып қазақтың қисаймасын берік болсын ұлы. Жеткен арман жаса тәуелсіздігі босығуға берген ерлік тізгінін. Ие болған әлемнің ілтипатына дербес бейбіт мемлекетпіз біз бүгін. Өте керемет жарайсың. Рахмет көп. Топ басшысы бере отырасыз. Келесі балалар. Мен тәуелсіздік тағылым дегенге әсер жаттым. Тәуелсіздік бұл еркіндік, әділеттілік, ешкімге бағынбай өз бетінше ішкі және сыртқы саясатты жүзеге асыру. Тәуелсіздік таңы қазақ халқы үшін 1991 жылы 16 желтоқсанда атқан болатын. Сан ғасырлар бойы барша қазақ елінің арманы осы күні орындалды. Бостандық, шындық үшін күрескен көптеген тұлғалар тарихта өз іздерін қалдырып, болашақ ұрпаққа сенім артты. Олар қазақ жерінде қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын зат. 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтың шаңырағында көптен ұл өмірге келді. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Жарқын жүзді Әлжан ұлын үлкенді құрметтеуге, сыйлауға баулыды. Оның ұлттық дәстүрлерге, ән-жырларға, салт-ғұрыптарға құштарлығын оятты. Нұрсұлтанның жас деп Дариға, Динара және Әлия дүниеге келді. Назарбаев үлкен лауазым иелерінің кабинеттеріне қаймықпай кіріп, әкімдікке жету үшін ана қылдың қақ жарғандай етіп шындықты ғана айтты. Ол жалаң сынаушы ғана болған жоқ. Үнемі сол жерден түйткілдерді бірден шешудің кесімді жолдарын ұсынды. Бейбіт дәлел және дәйекке ғана сүйенді. Сондықтан оның пікірі мұқият тыңдалды, жиі қолдау тапты. Басшы ретінде Нұрсұлтан Назарбаевтың беделі жоғары болу себебі ең алдымен оның жұмысшылар қатарынан ең төменгі буыннан көтерілгендігімен барлық мәселелерді түп бір
значит, что он не утратил человеческих качеств. На мой взгляд, это очень хорошая характеристика человека. Он порядочный и честный. Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіз Қазақстан Республикасының президенті қызметіне кірісті. Тәуелсіз Қазақстанның жаңа дәуірі басталып, бүгінгі келешегі зор, мәңгілік ел қалыптасты. Очень простой человек, правда, сказать. Если я Бізге берілген тапсырма осы сәтте шығармасындағы елбасы кеңесін ашу. Президент елдісің шағында күш-қуат келуде емес бейсабында сөйледі Нұрсұлтан Назарбаев көк толы Қазақстан жер шарында. Бұл жерде біздің сіздерді айта кетсек күш-қуат келуде емес бейсабында. Кракус патриотский край, айналды бұрынғыдан сөйлесуді. Бұл жерде мәдениет ашатын сөйлесуді Кракус патриотский. Түсімде тәуелсіздік падишасы ақ қағаз алтын қалам берді маған. Бұл жерде тірек сөзі тәуелсіздік падишасы. Сияқты Абылайдың ақтурасы өзінің әби өзінің кесімі. Бұл жерде тірек сөз ақтуран кесімі. Сонда сіздер қандай сөздер арқылы елбасының бейнесін бере білгенде айтыңыздар. Тірек сөздер қандай сөздер? Тәуелсіздік падишасы, күш-қуат келеді емес бейсабында. Киелі ақура, ақура киесі деген жақсы. Елбасы жақсы сақтайды деген. Бәйтерек поэмасында елбасы туралы жалпы не деп айтады бұл поэмасында тәуелсіздік падишасы не істеді дейді. Алтын қалам берді маған, яғни тәуелсіздіктің жаршысы болды. Осыны қалам берген түсір деген сияқты Русияда айтқан секілді болды дейді, үстіне еліктеп. Одан кейін осылай керемет Бәйтерек деген поэманы шыққан. Жақсы. Бірінші топ бағасында екінші топ бағалай қояйық. Үшінші бағалай қояйық, иә? Жақсы. Сіздер риза болып тұрсыздар, иә? Жақсы, сұрағыңыздар. Екінші топ келіңіз. Кейіпкер туралы ой пікір. Тұңғыш президентіміз дамыған елдерде өткенімізге атсалысып, рухани дамуымызға аямай зер тіккен тұлға. Кейіпкер сұрақ қоюымыз қажет. Біз кейіпкер бейнесіне, яғни елбасымызға байланысты сұрақ, біз бұл сұрақтан екі сұрақ құрады. Біріншісі, президенттің осы жолға жету үшін қандай еңбек етті, яғни өзінің осы тұңғыш президенттігіне жеткенге дейін қандай еңбек еткенін жауап беруіміз қажет. Елі үшін қандай қадамдарға барды? Автордың кейіпкерді суреттеудегі тәсілі. Автор осы поэма арқылы елбасымыздың тер төккенін, осы қалай Қазақстан жарқын елге айналғанына дейін қалай тер төккенін бейнеледі. Жарайды, жақсы. Рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызды бағалайтын. Бармаған топ бағалайсыздар. Барлығы керемет ойлайсыздар, иә? Жақсы, рахмет бағалайсыздар. Үшінші топ келе отырсыздар. Шарман Алатау Бәйтерек. Шарма идея, Бәйтеректің идея. Бәйтерек тақырып идеясы Қазақстаннан болашаққа айқын бақыт, және Бәйтеректің шығу тарихын ұрпаққа жеткізу. Поэмадағы іс-әрекеттегі тарихтан орны. Тарихтан орны іргесі тарту, мемлекет құру, астананың төріне Бәйтерек орын алуы. Іс-әрекеті дегенде, яғни кейіпкерлердің, жаңа елбасы мысалға кейіпкерлері солардың іс-әрекеті туралы айтып кеткеніміз қажет дейді. Жақсы, жарайды, сіздердің жұмыстарыңызды бағалайтын топ. Сіздерге